Күйеуіне ерегісіп, негірмен көңілдес болған келіншектің әңгімесі. Көзім ілініп кеткен екен. Ас үйден әйелім мен көрші пәтерде келіншектің шай ішіп әңгіме айтқан дауыстары оятып жіберді. Екеуі де әлденен қызу талқылап жатыр екен. Қалай екен деп әйелім сұрап қояды. Сұмдық, мұндай күшті еркекті кездестірмеппін. Аймалап сүймеген жері жоқ. Тіпті айтуға ауыз бармайтын жерге дейін сүйді. Мұндайды көрмеген мен байғұс балқып жата беріппін. Расында олардың ана жер тым үлкен болады екен. Байым менікі үлкен, қазақтың жігіттерінде мұндай үлкен мүшелер, еркектер аз деп бөсуші еді. Ана негрдікі одан есе үлкен. Мас болып жатып ұстап сипап көрдім. Сұмдық, айызыңды қандырады енді. Көрші келіншек үздігі сөйлеп әңгіме айтып жатыр. Ту, қап-қара адаммен қалай жаттың, жиіркенішті емес пе? Байыңды қалай айырбастап жүрсің? Білсе өлтіреді ғой. Негрді қайдан таптың? Әйелімде сұра өліп бара жатыр. Шамасы оғанда көрші келіншектің айтқандары әсер етсе керек. Көрші келіншек деп отырғанның аты Сабина. Жасы 30-ға толмаған, керіліп қалған, сымбатты қатын. Өте өңді. Сонысын өзі сезеді, содан болар әдемі киінеді, жұпар иіссу сеуіп жүреді. Үнемі қысқа юбка, не болмаса тырыстырып джинсы киеді. Екеуі де жаман емес, жүрген сал-сері. Тамада болып той-томалақ қуып жүргені. Жалғыз баласы бар. Ол балабақшада. Әй, негрді әдейі іздеп жүр дейсің бе? Леомен таксиде таныстым. Бірде жұмыстан үйге жайырақ қайттым. Жаңбыр жауып тұрған. Такси тоқтаттым. Бір көлік тоқтай қалды. Баратын жерімді айтып едім, келісті. Артқы есікті ашып, кіргенім сол еді, өңкей бір қап-қара адам отыр. Негр екен. Артқы есікті жауып жүргізушінің жанына отырғым келіп тұрды да, қойшы, негр болса мен жемейтін шығар деп ойлап, жанына отыра салдым. Қысқа көйлек кигенмін ғой. Әлгі негр аяғыма, бетіме қарағыштап отырды. Жаңбыр жауып тұр. Жолдың бәрі пробка. Бір кезде әбден шаршады ма, жүргізуші бала, сіз түсіп қалыңызшы, баратын жеріңіз алыс. Басқа көлікке отырыңыз. Мынаны қонақ үйге жеткізіп тастасам да жетеді деп, мен апарудан бас тартты. Жаңбыр құйып тұр. Неге түсемін? Онда неге алдың? Қазақтың бәрі осы. Аларын алып алады да, сәл бір нәрсе болса, бұлт етіп шыға келеді. Түспеймін, апарасың деп, әлгі жүргізушімен айтса кеттім. Не үшін айтысып жатқанымызды негр түсінген секілді. Парень, давай отвезем девушку, потом меня. Я за девушку двойню буду платить деп жүргізушіні көндірді. Негрдің әлгі сөзіне риза болып қалдым. Нағыз джентльмен екен деп қоямын. Оған күле қарап рахметімді айттым. Содан екеуміздің сөзіміз жарасып кетті. Мен түскен жерден ол да түсіп, қол шатырын алып, үйге жақындатып тастады. Біреу көрсе ұят болар, осы жерден қайтыңыз дедім. Телефонымды алған, ертеңінде звондап тұр. Сөйлестік, түскі асқа шақырды. Рахметімді айттым, бара алмаймын, күйеуім отбасым бар, хабарласпа дедім. Бірақ ол үнемі телефон шалып тұрды. Телефонды көтермеу, мәдениетсіздік қой, амалсыз сөйлесіп қоямын. Бірнеше рет такси жалдап келіп, үйге жеткізіп тастады. Ресейде, Мәскеуде жұмыс істейді екен. Алматыға бір айға сапармен келген. Медеуге, Шымбұлаққа бірге барайық, қыдырайық деген. Бармадым. Өйткені біреу-міреу көрсе, масқара ғой. Пәленбай деген тамаданың қатыны негрмен жүр деген өсек гу ете түспей ме? Сабина, сен қатты ұнап қалдың. Басқа жерге бармасаң да, мен тұрып жатқан қонақ үй кездесейік, кофе, виски ішіп әңгімелесейік. Ешкім көрмейді ғой, жаман ойлама деп талай шақырды. Бірақ бармадым. Бірақ бірде күйеуім той басқаруға кеткен. Ертеңінде түсте бірақ келді. Шала мас, жуынып жатқанда көріп қалдым. Тамағын, төсін біреу әбден сүйеп, ізін қалдырып, стелеп тастаған. Тас талқан болып төбелестік. Явны көрініп тұр, біреумен жатып әбден ойнап келген. Қалай жұтайсың? Сен қыдырсаң, мен де қыдырамын. Қарада тұр деп айғайладым. Бұрындарда күйеуімнің қыдыратынын сезетінмін. Бірақ аша келіп жүр ғой деп үндемейтінмін. Бірақ дәл мұнда көк ала қойдай болып, тамағы, төсі бәрі засос болып келмейтін. Бұл жол армансыз ойнаған көрініп тұр. Дүйсенбі күні жұмысқа барған бетте Леонға өзім хабарластым. Вискиін қайда ішейік дедім.
Іштегі күйік, қызғанышты сонымен басқым келді. Ол қуана келісті. Жұмыстағыларға ауырып тұрмын деп түсте шығып кеттім. Леон жақсы қарсы алып, виски іштік. Сәл масайғандай болдым. Соны сезді ме? Леон құшақтап сүйе бастады. Қалай шешіндірген білмей қалдым. Өте ептеген. Ерімнен бастап бүкіл денем түсейді. Кіндігім одан төменгі жақ. Мұндайды кім көрген? Еріп кетіппін. Үстіме шыққанда тек ақ деуге шамам келді. Балқып жүре бердім. Күйеуім бір рет үстіме шықса, бір апта бір нәрсе тындырғандай жүре беруші еді. Мына ондай емес. Кешке дейін ақ төсекте армансыз аунады. Мұндай күшті болар ма? Үйге әрең келдім. Күйеуім ішкенімді бірден білді. Жұмыстағы дос қызымыздың туған күні болып, шараптан аздап ауыз тидім де салдым. Кешегі жағдайға байланысты тағы бір дау туып кетер ме деді ме? Қайтып үндемеді. Содан бастап Леонмен тағы 2 рет кездестім. Оған дейін төсек ләззатының не екенін дұрыс білмей келіппін. Нағыз рахат еркектің сені тыр жалаңаш жатқызып қойып аймалағанда екен ғой. Нағыз кайф екен. Леон соны түсіндірді. Амал не? Ол Мәскеуге қайтып кетті. Тағы келіп жатсам хабарласамын деген. Келетін шығар, істің адамы ғой. Міне сөйтіп күйеуіме ренжимін, оны қызғанамын, өш аламын деп негірмен жатып шықтым. Бірақ өкінбеймін. Ол маған өлшеусіз ләззат сыйлады. Осыны айтқан Сабина қарқылдай күлді. Бұдан ары шыдап жата алмадым. Орнымнан тұрып жуынуға беттеп едім. Ағай, амансыз ба? Тұрдыңыз ба? Қой, мен үйге барайын, біраз отырып қалыппын деп. Сабина лып етіп орнынан тұрып бөксесін екі жаққа лақтыра басып үйден шығып кетті. Шайға отырған маған әйелім үңіле қарады. Сволочтың қатыны, сен де маған менсінбей қарап, негірмен жатайын деп жүрсің бе деп бұрылқан-талқан болдым. Уля, не дейді? Бүкіл әңгімемізді тыңдағансың ба? Ұят-ай, 50-ге келген сары қарын қатынға негір тұрмақ көрші үйдегі шойнақ шалда қарамас. Елдің бәрі Сабина емес қой, әркіммен бір жатып келіп, сол жатқан еркегі маған келіп мақтайтын. Анабайын аямын, тамадамын деп той деп шапқылап жүргені. Ал мына жақта қатыны бай тапқан ақшаны қалтаға салып, киініп алып, жұмыстағы бастығымен ойнас, негірмен де ойнас болып жүр. Біз басқа адамбыз, онда әңгіме айтпа деп, әйелім шай құйған кесені маған итере салды. Расау, байым біреумен жатып қойды. Одан мен қалмауым керек деп өзгемен жатып жүрген Сабинаның өмірі не өмір? Олар қандай отбасы? Біреумен жатып келіп, өкінбеймін деудің өзі сұмдық емес пе? Мұның арты неге апарып соғады? Бүйте берсе ажыраспын адау. Басымды бір шайқап, шайды бір жұтып, орнымнан тұрып кеттім.